баланың анасымын, 5 баланы тәрбиелеп отырмыз. 3 қыз, 2 ұлды. Өзім кеше ғана міне отбасылық немізді атап өттік, 13 жыл болды. Жолдасым мұғалім. Өзім үйде осы балалардың тәрбиесімен айналысам. Оңай емес. Жолдастың арқасында, екеуміз бірігіп, ата-аналарымыздың арқасында осындай дәрежеге жетіп отырмыз. Өзімнің отбасыма, әке-шешелеріме мың алғыс айтамын, үлкен рахмет, қолдауларымен осындай дәрежеге жетіп отырмыз. Бізге 13 жылдың арасында міне өзіміз Степногор қаласына келгеннен үкімет тарапынан алғысымды білдірем. Жолдасымның өзі мұғалім, ұстаз болған соң бізге мемлекет тарапынан үй берді. Осы көптеген көмектерді алдық. Нелерін осы көп баланың несінде алып отырмыз үкімет тарапынан. Енді қазіргі жағдайда бәрі көп балалы аналарға жақсы көмектесіп жатыр ғой. Сол үшін алғысым шексіз, көптен көп рахмет. Осылай көп балалы аналарды көтеріп, қаншама қол ұшын беріп жатқандарына. Қазіргі көп отбасына, жас семьяларға айтатынмын, көбінесе сабырлық, бір-бірімізбен әке-шешенің арқасында отбасы болған соң саяқ сыңғырлама тош тұрмайды ғой. Оны да жеңе білдік. Кейінгі жастар отбасын айтатынмын, осындай біздің жолымызды берсін. Сіздерге де осындай бар жақсылықты тілеймін, отбасыларыңызға берік болсын. Әрбір шаңырақта, әрбір отбасына тілерім бар жақсылық, семьяларыңыз аман болып, отанымыз тыныш болып, осылы үбірлі-шүбірлі болайық. Осылай бәріне әйел бақытын тілеймін. Бар жанұяға, бар ұл қыздарға, жас келіндерге әйел бақытын тілеймін. Бар жақсылық тілеймін.